университетінің ғылыми кітапхана залында, өйткені мықты деген қазақ поэзиясының қазір тұлғалары, қазақ прозасындағы белгілі тұлғаларды біз осы залға, осы жерге келген кісілер бір шығармашылық шабыт алып, алда да жаза түседі, алда да сосын қайта айналып келіп жатады. Қадамдарыңыз құтты болсын. Бибігүл апай, тез отыра қалсаңыз келіп. Бүгін қазақтың қара шаңырағында бірнеше іс-шара байқадыңыздар ма? Бірнеше іс-шара, Ақкөл залда 7 университетіміз жиналып шара өткізіп жатыр. Университет басшылары жиналған бірнеше, ол жерде тағы бір іс-шара өтіп жатыр. Ал жаңа жыл жақында ғана кейін тіпті қауырт болады. Ал енді өзіңіздің поэзияңызды құрметтейтін, сіздің поэзияңызды жақсы көретін, кітап жәрмеңкесінде жарысып барып сіздің поэзияңызды оқыған қыздар жиналып отыр. Негізі оқу процесі жүріп жатыр, бірақ сіздер үшін, Мариза апай үшін біз осы бір уақытта жұлып алып, сіздермен бүгінгі бір әдемі тарихта есте қалатындай кездесу өткізіп отырмыз. Бұл алғашқы бастау болсын. 50 жас дегенде ол ер жасы, қазіргі ғалымдардың зерттеуі бойынша 120 жас. Егер жақсы өмір сүрген адамға 120 жас деген болашақта кәдімгі белгіленген қасиетті болады екен. Сондықтан да алла жасын дей, 60-ыңыз, 70-іңіз, кеше ғана Дулат Исабек ағаларымызбен кездесу өткізіп, 80-де ол кісі керемет ойы қандай, сөзі қандай, мінекей бәрімізге үлгі. Құдай 90-ды берсін, 90-нан секіріп 100-ді бердің. Жамбыл атамыз тірі болса 100 жасаған Жамбылда отырғызып тамаша кездесу өткізген болар еді. Сондықтан да қадамыңызға гүл бітсін. Алдыңызда отырған қазақ тілі мен әдебиеті мамандығының кәдімгі нағыз тіл мен әдебиетті зерттейтін 3-ші курс студенттері. Сондықтан да бүгінгі кешімізге сіздің өзіңіздің жинағыңыздың атын алдық. Қызыл шолпы десе қызыл шолпысыз. Ол бір қазақ қыздарының символы. Өздеріңіз білесіздер, ұлы мағжан, мықты мағжан, махаббат мағжаны қыздың шолпысы арқылы бүкіл сезім білдірген. Сондықтан да бүгінгі қызыл шолпы кешін ашық деп жариялауға рұқсат етіңіздер. Қайырлы күн, қадірлі қонақтар, ұстаздар, студенттер. Халықтың рухани мұратына қызмет еткен тұлғалар аз емес. Данышпан қазақ халқы ақынға келсе болған жоқ. Поэзия әлеміне көз салсақ, қазақ халқының арман мұраты, шаттығы мен мұңы ең алдымен ақын жүрегіне жиналған ақын өлеңдеріне арқау болған. Сондай ақын қыздарымыздың бірі, халқына қалаулы, еліне елеулі, өмірді түрлі жолдармен өрнектеп жүрген бүгінгі кешіміздің бас қонағы Мағиза Құнапияқызы. Жылансам досым, жараным, ел мен жер менің бал әнім. Осының бәрін айлақтар, өлеңім, өмір баяным. Мағиза Құнапияқызы. Тұлпар әдеби сыйлығының иегері. 2000 жылы Қытай қазақтар арасында тұңғыш рет өткен жыр мүшәйрасының 1-ші орын жеңімпазы. Таңжарық Шолдыл атындағы, Артығали Ыбыраев атындағы, Сәкен Иманасов атындағы, Ару қала Алматы, Жадыра жайна Астана қатарлы бірнеше мүшәйраның жүлдегері. Жас толқын, тал бесік жинақтарына өлеңдері енген. Қызыл шолпы, ай жүзіне көп қарап, қызыл қайың қатарлы жыр жинақтарының авторы. Ерен еңбек үшін медалінің иегері, халықаралық Алаш әдеби сыйлығының иегері. Қазақстан жазушылар одағының мүшесі Мағиза Құнапияқызы. Мағиза теміздің болашақта ұрпаққа ұран болар жырлары, елі де ой мен сезім астасқан жырларын жаттаған іні қарындастарды ешқашан естен шығармайды деп сенеміз. Мағиза Құнапияқызы әпкеміз секілді көптеген шәкірттерде тас қияға өрлеп, өлеңнің бесігінде халықтың тербетемін деп жүріп армандап жүр. Өлең деген тумайды жайшылықта, өлең деген тулайды қайшылықта. Ақын болсам жақырым алысқаттан, күнделікте тірлікке бой суытпа. Алдарыңызда ақын құрметіне арнап жазған арна өлеңдеріне кезек берсек, ортада қазақ тілі мен әдебиеті мамандығының 3-ші курс студенті Сара Бұлбұл қызын қарсы алыңыздар. Жүзің қандай жайдарлы күлімдеген, тебіреттің бауырадың жырыңменен, өнерге бір өзіңде құштарланып, қара көздер келе жатыр ізіңменен. Қазақ қызы қашанда жайсаң жана, әр сөзіңнің бар екен айтар мәні. Өлеңнің жілігін шағып, майын ішкен Мағиза қыз өнердің майталманы. Сұлусың, ақынсың, дарасың, үлгі болып біздерге барасың.
қазақтың дүлдүлі Мағиза біз үшін биік болып қаласын. Жігден кеншемістер солған гүлім айтып жатыр бір мезгілі болғандығын. Көңілшектеу жапырақ тез сарғайып сабырлысы сездірмес тоңғандығын. Мезгіл осы дыбысын білдірмеген, одан ешкім қашуға үлгермеген, күз солғындау бояудың жиынтығы, күз дегенің шетпек үй күмбірлеген. Қандай әсем әсерге толы өлең жолдары десеңізші. Иә, дұрыс айтасың. Олай болса, осы сезіктен артмай кезекті әсем күйге берсек. Күй ерке сылқым орындайтын қазақ тілі және әдебиеті мамандығының 3-ші курс студенті Тәрбиелес Дүйсенбайқызы. Қазіргі қазақ қыздарының бойынан қандай басты қасиеттерді көруіміз керек? Қазіргі ғасыр электрон ғасыры дейміз. Жалпы адамдар бір уақытқа жетсе алмай интернет жүйесіндегі жаулап алған бір арық толқынның құшағында кетіп бара жатыр ғой. Жалғыз адамның өзі қарсы болуы мүмкін емес. Үлкен толқынның құшағында кетіп бара жатқан сол тобырдың соның ішінде сіздер де барсыздар. Өркениетке есеміздеп жүріп, ұлттық құндылықтарымыз тасада қалыңқырап бара жатыр. Мен қазақ қыздарының бойынан қазақтың әдебін, ибасын, ұяңдығын көргім келеді. Сосын баяғыдан жаңа апайымыз қандай жырға керемет жыргешіне тақырып қойыпты. Шолпысын сыңғырлатып, қос бұрымын өріп, қазақтың әрқайсысы мақал мәтелін өзінің тұрмысына бағдаршам ретінде істетуге болады. Мысалы, Абай атамыздың кез келген жолдары бүкіл адам өміріне құбылағына бағаланады. Сол секілді өркениетке ілесе жүріп, өмірден өтіп кеткен ақындарымыздың, алыптарымыздың ақыл-ясын көңілдеріңізді тоқи жүрсеңіздер, әрі білімді, әрі мәдениетті, әрі дәстүрді бойына сіңірген қазақ қыздарын көрсем деп армандаймын. Мағиза Қынапияқызы Алтай жері. Өр Алтайдың таулары да өреді, қарттары да ой айтатын өрелі. Жарға құлап бара жатсаң бір уыс жусаны да саған көмек береді. Жақпар тастар алтыннан да бағалы, әр тасында Сұлубайдың бар әні. Арғымағы өрге қарай ентелеп, баласы да өрге қарай шабады. Өзендері тарам-тарам сағалы, құмшайқаған кетек алтын табады. Асқақтықтан жаратылған мекеннің өзені де өрге қарай ағады. Мұнда өтпейді басқалардың зорлығы, таң қалдырар батырлардың молдығы. Есеп күнеу жазаның ең үлкені жаяу жүру дүниенің қорлығы. Қыздар да кербез билер шетінен намыс үшін жан қиюға бекінген. Алтай жерін сыйласаңдар ағайын, азаматын қақпаңыздар бетінен. Сәлем Зайсан, қайғым мұңым түйге құрдас сенімен. Келдім міне өр Алтайдың елінен, тағдыр шығар тәлкек қылған біздерді, жерімнен аң, құс ұшырмай көгімнен. тауда біреу, өзен біреу тегімен, жарма құрттай қайтып сенен бөлінем,
талайларды жолықтырмай зарлатқан қызыл сызық басып өттім сенімен. Кесте тігіп, ою салып сырмаққа, қажеті жоқ, қара мынау гүл баққа. Күн батарда саған жиі қараушы ем, сені шығыс дейді екен бұл жақта. Шырқыраған сәбидей ұғындақта, тентек өзен тепкіленіп тіл қатса, дейтін атам жайсан көлге құяды, сені зайсан дейді екен бұл жақта. Көз жастардың бар ғой кезі тыйылар, жаратқанның берген ғажап сыйы бар. Өзендер кеп, зайсан көлді толтырса, тағдырлар кеп, бір арнаға жиылар. Неге жасқа шыланасың кірпігім, ақ қағазға түсірейін жыр тілін. Көз мейірім қанар емес апырай, ұйықтамай-ақ қойсам бекен бұл түні. Біздің тау, өлең жырдың ажырамас бір елі, біздің мекен батырлар мен жүрелі. Алтай таудың төбесінде жатқан қар, басқа қарға миығынан күледі. Тасып жарып бөгеттерді қасекет, тентек толқын жағалауды қасекет. Ұйқысынан оянған қар түссе еске, тәңір тауға тұрады жайба сезеп. Тауға құштар, тау бөктерін жолғылды, жете алмай биігіне болдырды. Жердегі қар күте-күте ғашығын, жылай-жылай көзін жасын көл қылды. Желтоқсанға тағзым, тәуелсіздік, ұмытам сен дегенде бар мұңымды, тапсырғам әкеп саған тағдырымды. Теңеймін жер үстінің бейішіне, алаңсыз сенде өткен әр күнімді. Кетемін айбаттанып бір сен десем, ауырсын майырлып бір сен десем. Армандап көрмей кеткен қазақ үшін некесі артық өмір сүрсем бекен. Желтоқсан төзген мезгіл барсындарға, теңгермен шілде кете маусымдарға. Мұз үстінде от жана береді екен, кек тұтанып төзім таусылғанда, мерейді шырқау көкке өсірген күн, дұшпандар көрді жатып өкірген күн. Иықты езіп біткен бодандықтың қамыты бір жолата шешілген күн. Жылап тұрсын дейсің, жылап тұрсын дейсің бе баласынды, жылағам жоқ, көңілім аласұрды. Сағынғаным болмаса туған жерді, сағынғаным болмаса анашымды. Жасай дылғи ішім мен сыртым егес, қай жүйкені мынау кей сүлкілемес. Қарашықта домалақ топ секілді, іркіп қалып жасымды мүмкін емес. Туған жердің суына қармақ түсер, ақ шабақтар қармақты қармақ түсер. Бұл түшінен бұлқынған ай секілді, ғазиз жүрек орнынан аунап түсер. Ал осы ақындыққа келуге сізге бір себеп болған не нәрсе, осы нәрсені сізде білмейді? Енді бұл ақындық деген мамандық жоқ деп айтады. Басқа мамандық тәрбиелеп шығуға болады, бірақ ақын тәрбиелеуге келмейді деп. Бұл бірінші қанмен берілген дүние. Абай атамыз айтады, сөз өлеңі дертпен тең деп. Бұл дертпен ауырған адамның қайтып екінші жазылуы қиын. Бұны 6-шы сынып оқып жүргенде бізде алғаш Абай атаға арнап өлең жаздыңдар деп тапсырма берді. Содан бастап мен де ол өлеңді жазып, ұстаздан жақсы баға алғаннан кейін ары қарай менде бір қатты қызығушылық болды. Сосын менің нағашы атам қатты өлеңші кісі болды. Барған тұрған жерінің барлығын сөзбен емес өлеңмен жеткізіп отыратын. Сыбызғыны ауызбен шалып отыратын. Сосын өмірден өтіп кеткен алыптардың әңгімелерін, қиссаларды жатқа айтатын кісі болды. Соның бәрі мен кішкентай кезімде сол атамның қолында көп болдым да. Негізі бұндай дүние адамның санасына сіңу үшін сол бала жастан, сәби кезден сіңірілген ең дұрыс болады екен деп ойлаймын. Мен өзім енді бір мамандығым дәрігер. Сол инсульт соғып, жаңа қан тамырлары тосылып, есінен адасып қалған кісілер басқа дүниенің барлығын ұмытып қалады. Бірақ сол балабақшадағы боғауыз сөздерін, балабақшадағы алғаш тілі шыққанда айтқан сөздерін ұмытпайды екен. Сонда адамның жады деген бір күрделі дүние ғой, әлі құпиясы ашылмаған. Соның ең терең қатпарына бір дүние жазылу керек болса, осы сәби шақта жазылу керек деп ойлаймын. Біріншіден қанмен берілген дүние, екіншіден маған сол сәби кезімде құлағыма әбден сіңіп кетіп, мен жадымда жазылып қалған дүние. Бұны қуалап шығу мүмкін емес. Мен осы мамандыққа келмейін деп дәрігерлікті де талдадым, дәрігер де болдым, күні бүгінге дейін сол жұмыспен айланысып, бірақ мен өлеңді тастау мүмкін емес. Бір күн өлеңсіз өмір сүре алмаймын. Енді менің осы қыздардың барлығы келешек ана деп ойлаймын. Болашақта барлықтарыңыз жартыларыңызда жүрсін, балаларды бірінші
осы 2 жасынан 3 жасынан қазақ тілді балабақшаға беріп, қазақы ертегі, салт дәстүрлерді санасына сіңірсеңіздер, олар кейін қандай шетелде жүрсің, басқа тілді игерсін, бәрібір қазақы ұрпақ болып өседі деп ойлаймын. Бірге күліп төбеден күн күлгенде, қорқушы едім бұлт ызғар білдіргенде, шешем сонда қып-қызыл қыр гүлінде, тым болмаса тақпапты білдіргенде. Өткен күнім ұқсайды түс көргенге, өзге жеміс жаз өтіп түскен жерге, қызыл шолпақ қырдағы доғаңымен түспей жүрді шашымнан қыс келгенде. Ғанибет, қара түнге қадалғаным ғанибет, айналдында даранғаным ғанибет, бірде ойға, бірде мұңға батырып, сүйеу үшін жаралғаным ғанибет. Қалсағым сәт, бақыт құшқан мәңгі шақ, өзгермейтін, өтпейтұғын мән шақ, көз алдынан кетпей қойған көлбеңдеп, құлағымда тұнып қалған ән ұқсап. Зорға жылы тіл қатқаным ғанибет, тәттихіңді ұрлатқаным ғанибет. Өкінбеші, сені ойлап жүргенде, ай жылдарым қолды болған зар елеп. Қанат бітіп, шат құрғаным ғанибет, төзім бітіп, сар қылғаным ғанибет. Жасыруға әлім жетпей сезімді жалына шар болғаным ғанибет. Біз бақыттан қалқиықш қалқсақ, махаббаттың құдайынан алқсақ. Қуаныштан есі шыққан жел ұқсап, бірақ түнде бүрлей салған тал ұқсап. Сынай-сынай сынақтарым сиреген, елесінген бар еркімді билеген, жан мен тәнді орап алған от сезім, түн реңді бұрын қалды күймеген. Кешір ана, күміс рең сиреп қалған шашыңды, тарамадым, өрмедім, қолдан оқыс түсіп қалған затыңды, кешір алып бермедім. Туған жердің суы бал ғой шөлдесең, қою шайды қанығыш, кермек тартса жасым шығар ол менің, там кеткен сағыныш. Қасыңа бір жету арман бұл күнде, қону қиял болып барад. Аяқ бітсе сөз ұқпайтын жүрегім, қазір саған аттанады. Елес қуған екі қолы ербеңдеп, сағынарсың қызыңды, неткен азап бітпейтұғын сергелден, басып келем ізіңді. Аяғанмен бірімізді біріміз, бізді аямас өзгелер, махаббаты сеннен өзге пенденің, қасқа қанша өзгерер, ширықтым көп, бола алмаймын сабырлы, досым сен де жоламан, бұл әлемде бар әйелден қадірлі бір адам бар, ол анам. Әке, көздің жасы кетті өшіріп жанбадық, сонда дағы адалдықтан танбадық. Әке, сенімен бірге кеткен бақытты мұны өмірде көп іздедім сандалып. Сақтадым көп, айта бермей егесір. Өзің жоқсың, портретің төрде тұр. Жұрт көзіне қайсар болып көрінем, оңашада төккен жасым көл көсір. Жібек көңіл, ширатылды, желінді, жемір уақыт таусап бітті, жоқ үлгі. Құдай сені бір күнде алып кеткен соң, бетегенің бәрі тауып көрінді. Соғып барып, ағып барып, тоқтап тұнған көлдеймін. Соғып барып, тына қалған жердеймін. Тоқтайтыным, ағымдауым асау шабыт шығар сол. Тоқтайтыным, сенсіз тірлік, сенбеймін. Кім бар дейсің, өмір дейтін жолдыққан. Көрінгенге білмеген соң болдықтан. Сағынбаймын, келмейтұғым болған соң, шарасызбын, жылайтыным сондықтан. Кетіп барам. Сезім тұнық, жыр тұнық, тұнық бәрі, көз алдында кеткендей тұнып бәрі. Неше ғасыр өткенін біле алмадым, сен келіп өзімді ұмытқалы. Мені бірақ басқалар көздейтұғын, махаббатқа мас болар кездейтұғын, маған деген сырдолар алдыменен саған айтып тұрғанын сезбейтұғын. Қайда жүрсем, назарым сенде болып, бірімізді біріміз емделедік, кеткендегі ұмытып мезгілді де, дүниенің жатқанын дөңгеленіп. Білмеймін, күлдім бе, жыладым ба, баттым бекен неше рет сірә мұңға. Қаншама күз қоштастым құстарменен, сенің ғана дауысың құлағымда. Алғандайсың, сен келіп көшіп маған, өзімді өзім тани алмай шошып далам. Ойлау менен өзім боп кеткен жанды, мұны өмірден жылыстап кетіп барам.
Енді жаңағы ақын болғаннан кейін әр жерде газет журналдарда өлеңдеріміз жарияланып жүреді ғой. Сол бір композитор менің өлеңімді алып соған ән жазған екен. Жаңағы өзім болып қоштасып бара жатып мен оқыды ғой деймін. Сол өлеңге ән жазып деген сол. Олар Үрімжі дейтін қалада тұрады, мен Алтай дейтін қалада тұрамын. Bir gün üzülüp geldi men жұмыстарыма. Sizге танысайық деп едік, осындай бір өлең бар. Соған ән жазған едік, сіздің рұқсатыңызды алайын деп келдім деп. Сол қасында жаңа мен жолдасым бар екен. Сол таныстық, қонақ қылып, сосын өлеңге рұқсатын бердім, айта беріңіз деп шығарып салғам, сосын артынан сол таныстық ұзаққа жалғасып кетті. Іздеп келіп, соның барлығын айланып, өлеңнен тапқан әуре ғой, жақсы. Рахмет сұрағым. Маңыз апайларымыздың үйіндегі отағасы қазаққа белгілі азамат, Алтай елінде де қазақтың Қажымұқан, балуан шолақтардың жалғастырған қазақты әлемге кім танытты десе айтатын сөзіміз бар ғой, Қажымұқан, Әсет деп, сол сияқты осы үйдегі отағасы ағаларымызда жаңа менің о кісі батыр тұлғалы келіп маймын қолыма табыстап кетті. Алтындай азамат, өсіңіздер, өніңіздер, бізде кеңшіміз. Сіздей сұлу адамды өте дұрыс болған өз. Жақсыңыздар, жалғастырыңыздар. Қазіргі қазақ қоғамындағы отбасы құндылықтарына көңіліңіз қалады ғой? Қазіргі қазақ қоғамында үйленгеннен ажырасу көп деген тақырып жиі айтылады. Сосын бұның себебі ар жағына көп өңделмей, тек қана нәтижесі көп айтылады ғой енді. Соны айланып келіп, отбасындағы қазақ айтады, ыдыс аяқ сылдырламай тұрмайды деп. Отбасын құрғаннан кейін соны құрулар да алып жүру бар. Моңғол дейтін ұлт бар, солар алғаш келін түскен кезде қазан ошаққа қазанды қойғызады екен. Сонда қазанның екі сыпқасын теп-тегіс қойған келін, ол жақсы келін болады екен деп, бірін жоғары, бірін сәл төмен ұстаған келін айнадан дұрыс келін шықпайды деп, өздері солай баға береді екен. Үйдің тұрмыс төрт қабырғаның ішіндегі тіршілік те солай. Біреу жоғары болғанда біреу бәсең болады, соны теңшеу керек. Өрге көріктік бар бізде, өзін-өзі шексіз жақсы көру бар, менменділік күшті қазіргі жастарда. Өзінің тең қатарын жарым деп тапқан адамынан бұрын ата-анаға да қарсы жолы көбейіп кеткен әзір. Сол жағынан отбасын құрам, бақытты болам деген адам соның барлығына дайын болып көру керек жалпы. Сол осы адамды аттағанда осы адамның артықшылығын да, кемшілігін де қабылдаймын. Осы жағында қиыншылық болса да, рақат болса да бәріне төзім деген бір ішкі көз сенім болу керек, қайрат болу керек. Сол шаңырақтың шайқалуы 80% әйелге байланысты. Сол ұлтты да сақтап қалатын ана деп, қыздар деп айтамыз. Сол жағынан қыздарға көбірек тәрбие болса, отбасылық құндылығын сақтау жөнінде жеке басының рақатын кішігірім бір ұсақ түйек бір намыс деп шаңырақты шайқап өзі құрып алған кейін отбасын тастап кете беріп жиілеп кетті. Соны әр шаңырақты құрбан қыз бала өзіне үлкен жауапкершілік алса екен деп ойлаймын. Өйткені сол шаңырақ бақытты болса, оны көрген бала да бақытты, шаңырақта орыс келісіп болса, оны көрген бала да ертең бақытсыз өмірсек, біз қазаққа бір мінездемесі, көңіл-күйі тұрақсыз, арманы жоқ бір сондай ұрпақты жеткізіп тәрбиелеп береміз. Оның қоғамға қажеті жоқ былай қарағанда. Сол қыздар жағындағы тәрбие көбірек қолға алынса деп ойлаймын. Сіз секілді ақылатты абзал жанның қолынан туған осы өлеңдер адамның жанын тебірентпей қоймайды. Менің білгім келгені, сіз осы өлеңдердегі шабытты пайдаланасыз. Сіз ақылатты абзал жан екенсіз де қолыңыз босамауы да мүмкін ғой. Ақын болу деген өте кең бары ғой. Менде қызық айтайын, соны мен институтта оқып жүргенде бізге тәжірибе жасатады, жаңағы бақаларды өлтірдік,
қояндарды, тышқандарды, сосын 2-3 балаға бірден береді. Мен класс жетекшісімен төбелесем, ана о бала емес пе, бір классқа бір-екеу жетпей ма деймін. Сенен дұрыс дәріге шықпайды, сен бүйтіп аяқ тұрсаң, егерде аламар жағында не болады депші. Аяушылық сезімін қойып қою керек, құтқарам деген ғана сезім болу керексің деген. Сол енді тастай алмадым ғой мен. Тастағым-ақ келген. Мен жалпы Қытайда Мағаз Раздамұлы деген әйгілі ақын кісі болды. Сол кісінің шәкіртімін тікелей. 12-13 жасында сол бір өлеңімді алып артына барған, сол кісіден бата алған. 11-ші сынып оқып жүрген кезінде сол атаға бардым. Қандай мамандыққа тапсырасың деп. Сосын жаңағы өзім класста жаңағы әдебиеттен өзім жалпында жүрген адам Пекинде ұлттар университеті деген бар, соның қазақ тіл факультетінде түсетін адам болды уже. Жоспарлап қойғанмын. Сол қоғамдық гуманитарлық салаға тапсырамын дедім. Қазақта ақын көп, жазушы көп, сен неге бір техникалық саладағы оқуды толтырамын деп ойламайсың деп. Маған бұл сұрақ ауыр болды. Бұл кісі менің ақын болуыма сенбей тұр деп ойладым. Сосын жаңағы ішкі жағынан не болды. Айтпаған мен өлеңім шамар екен ғой деп сондай не болды. Экзамен тапсыруға 2 ай қалған кезде мен мамандықты өзгерттім. Менің бар ойлағаным көпті көрген адам, әйгілі ақын кісі, үлкен қолама адам бекер айтып тұрған жоқ. Не болса да мен жаңағы техникалық мамандыққа кетемін. Бүкіл классындағы мұғалім жетекшім барлығы қарсы болды. Сенің мынау дейді, сен анаға кетуің керексің ғой деп. Сосын жаңағы медициналық университетке қабылдандым, дәрігерлік мамандығын оқыдым. Оның барлығы Қытай тілінде, қазақ жаңағы әдебиет жайында қалды. Қазақ тіліндегі оқулықтарды оқымайтын болдық, тек қана Қытай тілінде мамандыққа дайындалдық. Жаңағы сөз өлеңі 4 пен дейміз, тастай алмаймыз, қамен кеткенмен 4. Мен сол медициналыққа барғанда да жаңағы ауылға қашқан бала ұқсап, кітапханаға ашатынмын. Кітапхананың бүкіл кітабын түгендеп болдым сол жерде. Бірақ оның бір жақсы жері дәрігерлік мамандықтың сіз бүкіл ұсақ түйек микробактерияға дейін, вирусқа дейін оның барлығының жаны бар екенін білесіз. Бүкіл адамның организмінің қаншалықты нәзіктікпен жаралғанын білесіз. Оны оқу арқылы биология мамандығынан оқып барып үлкен жазушы болған адамдар көп. Негізі дәрігерлікті оқығанда дұрыс па деп ойлаймын. Соны адамның жанын, тәнін бүкіл зерттеп алған адам жанына онша қиын болмай қалады екен. Сондықтан енді жалпы әдебиетке келдім, осы мамандықты тереңдеп оқыдым дей бермей, басқа мамандықта да өздеріңіз үшін бір шолып оқып қойып едім. Биология болсын, медицина болсын, барлық мамандықтың хабарлар болса, мысалы Есенғали Раушан ағаларымыздың білмейтін дүние үшін. Жұмекен Нәжімеденовті сондай Қадыр Мырзалиевтің кітапханасында қанша дүние бар. Тек қана мен ақын едім, жазушы едім деп жүрмей, тек мен ұстазым, маман едім деп жүрмей, басқа жан-жақтылы болған. Адамның сол салада бір маман болып кетпесеңіз де жан дүниеңізді байытуға үлкен орасан көмегі бар. Мариза Кінәбе, бір ауыз айтайын деп жатқан, қазір кірген біздің филология институты, кәдімгі 80 жылдық жеткеніміздің 80 жылдық тарихы бар филология институты бірге келе жатыр. Ақындар, жазушылардың бәрінің кездесуіне өзек болған. Сол қазір ғана 99 айттым ғой, іс-шара жүріп жатыр деп. Институтымыздың директоры, бұл кісі әлемді аралап, Оксфорд, небір үлкен оқу орындарында шет тілін, ана тілінде меңгерген кісі, бірақ ана тілінде түс көріп, шет тілін еркін меңгерген, кеше Дулат Исабеков айтқандай. Сондай ғалым Күнипа Ахатовна Ашенова келді арамызға. Өте үлкен көрнекті ақын, сіз алғаш әдеби халықаралық, алғаш әдеби сыйлығын иегері екенсіз ғой, Қазақ жазу одағының мүшесі, сондай үлкен адамның осылай балалардың алдына келіп кездесіп жатқанына сізге көп-көп рахмет айтамыз, басымызды иеміз, сондай алтын уақытыңызды бөліп бізге арнағаныңыз үшін бізге алғысымыз шексіз. Рахмет. Бізде жаңа түріктермен бірге Түркиядан келген екі үлкен университеттің ректорлары келіп контракт етіп қол қойып жатыр. Сонымен біз сол жақта жүрдік. Біз сізді ойлап отырғанымыз уже басталып кетті ме екен деп, сондықтан да кешігіп келгеніңіз үшін сізден кешірім сұраймыз.
барлығы жақсы болсын. Сіздерге де балалар өте пайдалы ғой, осындай үлкен адамдардан, керемет адамдар шығысты болсын сіздерге де, барлықтарыңызға. Біздің балалар өте талантты. Негізінде мен таң қалдым, мен негізінде шет университетінде істегем 25 жылы. Сөйтіп қазақ тілін кішкене жоқ, бәрі ағылшынша ғой бізде. Кейінгі кезде қарап отырып, мына осы жаққа келген 2 ай болды. Керемет қазақ тілін әдебиетін есіме қайтадан балалық кезімізде мектепте оқығанымыз түсіп, өзімді риза болып жүрмін. Сондықтан да бұндай кештердің біз үшін өте пайдасы, өте сіздерге көп рахмет. Сіздерге де рахмет, балалар осындай мәнді нәрсеге келіп тыңдап дәріс алып жатқандарыңызға. Өзімнің шәкіртім жап-жас кезінде өзім оқытқан филология ғылымдарының кандидаты, сосын қазақ әдебиетіндегі ақ тұлпар образы, сол бойынша кандидаттық қорғаған Айнұр Арғынтайқызы Көшекова. Апайларың жас қой. Адамызға келіп отыр. Ал қыздар жалғастырайық. Мағиза мен құрбым екеуміз сол жаңа Мағизаның жырына арқау болған Алтай біздің мәңгі сағыныш жете алмаймыз қазір. Сол сағынышты мекен Алтайда бірге өскен құрбым, ертістің суын бірге ішкен, былай айтқанда Мағиза ақын болды. Біз енді осы жаққа келгелі өстіп кішігірім бизнес жасап, өмірді көріп, осылай келе жатқан жайым бар. Мына балалар сіздерге тілейтінім, қазақтың әдемі қарагөз қыздарын көріп қуанып отырмын. Болашақта осы сіздердің араларыңыздан мықты ақын, мықты бизнесмен, мықты қоғам қайраткерлері шықса екен деймін. Қазақи тәрбиеге, жаңа Мағиза айтып кеткендей, қазақи тәрбие сол әрбір қазақ қызының бойында бір қазақилық, қазақи тәрбие, ұяңдық, адамгершілік өзімізге тән, басқа ұлтта болмайтын. Сол тәрбиемен, қазақи тәрбиемен өсіп келе жатқан балалар бәрібір осы біздің қазақ елінің жаңағы қалай айтсақ болады, қазақ еліне бір үлкен арқау болады деп ойлаймын. Сол үшін енді сіздерге барлықтарыңызға, оқуларыңызға табыс, жастарыңыздың ұзақ,
денсаулықтарыңыздың мықты, әрбір мықты маман болударыңызды қалаймын. Сонымен сізге де көп рахмет. Мариза осындай үлкен аудитория ашып, өлеңдермен таныстырып жатқаныңызға. Мариза құрбым енді мына 50 жасың құтты болсын. Әлі де той алда, әлі де талай айтар нелеріміз көп. Мына балалардың барлықтарына рахмет. Қуаныштымын. Қыздар университеті маған бөтеніміз ең осы 2000 жылдың басында дайындық курсын осы жерде оқыған. Сенбейді, Сейфуди мен Гоголдың қиылысындағы екінші жатақханада тұрған мен. Мен енді өмірбаяным туралы әңгіме айтатын болсам, атымен Сейфуди оқыған деп бастаймын енді. Өлең деп бағана басында айттық қой, тағы да сол өлең деген бір өлең оқып берейін. Ең әдемі, сол ғана еңіз деді, жанын одан талайлар еміз деді, биіктігін сұрап ем, аспан деді, тереңдігін сұрап ем, теңіз деді, өрілгенін сұрап ем, бұрым деді, көздерінде ғашықтың күлім деді, көкірегінде таулардың күркіреді, жанарында шықтардың дірім деді, сыртық басқа ешқашан көрінбеген, сылдыр қағып аққанмен төгілмеген, ойда жоққа құлаққа сыбырлайтын, сондай ерке көрмедім өмірде мен. Түсі ғұмыры жасыл сынды, бұзылмайтын сүйегі асыл сынды, бұлт төбеден төнгенде жауғысы кеп, топырақтан аңқыған әтір сынды. Мен де соған ғашық боп бала күннен, қарашығын түйісті қара нұрмен, жанмен тәнін тыныстап бір ырғақта, тыншығандар сырыңды ғана білген. Өлең, қара десін, қоңыр десін, бәрібір жүрек десін, көңіл десін, қайғың мен қуанышың түгел сыйған, өлеңді, өмірді өлеңсіз кім өмір десін. Шешеме қат деген өлең ғой. Өмір бердің, бұрын бердің, бой бердің, жақсылармен бір жүрсін деп ой бердің, өрнек салып өтемін деп өлеңмен түрлендіріп, есін алдым сөйлемнің. Балалығым, үстінде өтті көк шалғын, шеше сенің төркініңді еске алдым, жердің бәрі сол мекендей ұжымақ, өмір деген өлең екен деп қалдым. Найзағайды күнде көрдім көктілген, атам айтқан өлең тауға естілген, іңірдегі сыбызғының көп тыңдап, сағынышпен құрдас болып кеттім мен. Бөрі болып шырқын алса кей түннің, күндіз ойын бара алмаймын дейтінмін. Жотамдағы білек дейін бұрымнан, жүгіргенде оңбай таяқ жейтінмін. Сағынама екен қызын ұзатқан, атам менің қалғанымды ұнатқан, қайың шелек дәмі сіңген тау суын күнде тасып әкелетін бұлақтан. Туған жердің қайыңына сыңармын, сол мекенді бір көруге құмармын. Қанымдағы сол бұлақтың тамшысы таусылғанша жыр жазатын шығармын. Тағы да оқысын. Керемет, жақсы. Салқын мінез дейді. Қазақтың мінезі жалпы көп салқын болады ғой. Бір жерде өрт болып жатыр десе де дей саламыз да. Бір жерде бірдеңе болып тұрса, дей саламыз. Ой, біреуге бәйгеден шауып кетсе, солай ма дей саламыз. Біз жалпы қазақи мінез біздікі, бір күйіп жанған ұлтқа жатпаймыз біз. Сол салқын мінез деген бір мүмкін. Сөз ұқтырар жан болса, тапшы дерем, әмір бере алмайды жүрекке ешкім. Көп адамды сыртынан жақсы көрем, көп адамға сыртынан тілектеспін. Жақындауға тырыспан жан таласа, өзім аян тегіштей сыйлағаным. Олар жайлы жайсыздау сөз тараса, мен айыптап жатқандай қиналамын. Олар жеткен жетістік қуантады, өз қолыммен бірдеңе тындырғандай. Сүрінгенін көруде сондай ауыр, жігерімді әп-сәтте құм қылғандай. Салқын мінез, сыр ішке сақталарлық, артық бірақ өтірік күлгендерден, жер мен көкке сыйғызбай мақтап алып, былай шыға жамандап жүргендерден. Өзгергімде келмейді осы гүлден,
қолайсыздау болғанға қарамастан безіп кеткім келеді кейбіреуден, мақтаны мен мазағы араласқан. Онда сіңілеріңізге жүрек жарды тілек айтып аяқтайық. Бір ақын 60 жасқа келіп, мерейтойын атап жатса, 70 жастағы бір кісіге айтады дейді, 60 жасыңды бірер сағатқа бере тұршы деп. Сол айтқандай осы мөлдіреп қарап отырған сіңілдеріңе қарап, сол жасыма қайтқым келіп отыр, бірақ ол мүмкін емес қой. Сол осындай жас күйлеріңізде, әдемі күйлеріңізде, университет қабырғасында уақыт деген бір ең адамның өміріндегі бір ғажайып сәт, кейін жиі еске алатын сәттеріңіз. Осы сәттеріңіз мағыналы да мәнді үшін. Ең бастысы әрбір біздің арманы бір керемет бір жанұя құру енді. Жүректеріңіздің қалауы табылып, керемет бір отағасына жолығыңдар, ұрпақты болыңыздар, ұлды қызды болыңыздар. Әр шаңырақта Қазақстанның әр жерінде осы желбейден түлеп шыққан әдемі қыздардың кезіктіріп жүретін болайық. Аман болыңыздар, тек қана бақыт тілеймін барлықтарыңызға. Ой, қазақта сөз қалмаған, әлгі сұлудан сұлу зат салыстырса, жүйріктен жүйрік озар жарыстырса дейді. Қанша қыздармен кездесіп жүріп, өзіңізге өте сүйсінеміз. Бұл кісі 3 баланың анасы, қазақтың белгілі азаматының жары, жеңге ретінде де, қайынсіңлі ретінде де, қарындас ретінде де, әпке ретінде де ел жұртқа үлгі. Сіздің жолыңызды берсін сіңлілеріңізге. Уақытыңызды бөліп, өзіңізде қарақат көз қыздарыңыздың өнерін тамашалап, жер бетінде ең, кеше Дулат Исабеков айтты, жер бетіндегі ең сұлу және бай тіл қазақ тілі десек, қателеспеймін. Осыған мен қосайын деп отырмын. Жердің беті, көктің жүзі, аспан астындағы ең сұлу қыздар қай ұлтта десе, қазақ ұлтында деген. Өзіміз бар, жаңағында жүргізіп отқан қандай ақыл, Таңшолпан мен Сәтбекова фамилияны жаттап алған. Айдана мен Таңшолпан қандай ақыл. Осы кешті жүргізген әдемі сұлу қыздарға жаңағы өлеңді оққан көзіме жас келді. Жаңағы көп бала тапқан әйел балалардың аты жөнін ұмытып қалады екен ғой, сол сияқты ұмытып қалған бір өлеңдерім алдымнан шығып, сол кездегі сезімге қайта барып, керемет бір күйді бастан кешірдім. Сол өлеңді жаттап алған қыздар айналайын сіздерге рахмет, Алла разы болсын. Ең әуелі осы шараны ұйымдастырған Азат апайыма, осы қасиетті қара шаңыраққа үлкен рахмет. Әдемі сөз бар ғой, қимай қоштасып, сағына құшақтасып жолығайық деген. Ал қыздар аяқтаңдар. Осындай гүл сияқты жарқырап жүріңіз деп, бүгінгі қыздардың атынан сізге гүліңізді берсектер. Гүлмен күтіп алып, гүлмен шығам салсақ деп.